Білесіз ба? Бір адам менен сұрады өткенде. Намазды оқып бастаған кезінде қатты қызығатын едім, соңғы кездері намаздың дәмін сезбей жатырмын. Қысылып жүрмін. Неден? Өзім зорлықпен оқып жүрмін намазды. Кейбір бауырым намазды тастап кетті деп сұрақ қойды. Расында да ойла, мен бұл сұрақ өте көп қойылады. Жауабы да әртүрлі шығар, бірақ сол жауаптың арасында керемет бір нәрсе ойыма сарт ете қалды. Ниет деген нәрсе. Ол психологияда қазіргі жұрттың зерттеп атқан дүниесі. Ниет. Білесіз ба? Намаздың ниеті ханафи мазхабы бойынша қалай айтылу керек? Тілмен айтылу керек. Әшейін іштен емес. Іштен айтылған ниет макрух болады. Келе сал, мысалы, Аллаху акбар, мен ниет қылдым, мысалы, бесін намазының 4 ракағат сүннетін оқуға деген нәрсені сіз ішіңізден айтсаңыз макрух болады. Ниетті тілмен айту керек. Қалай айтасыз? Ең қарапайым, біріншіден ниет қарапайым болу керек, қысқа болу керек, нақты болу керек. Ниетті бүйтіп айтпайсыз ғой. Иншалла жәннатқа кірем, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жанында тұрамын. Осы бүгінгі число 1999 жылдың осынша үйтпейсіз ғой ниетте. Бір жақтан түсіп келмейсіз. Жоқ. Ниет қылдым. Осындай намаздың, осынша ракағатын оқуға кім үшін? Алла үшін. Ықыласпенен. Не оқитыныңды, кім үшін оқитыныңды, сен қандай халде оқитыныңды айтып қойдың. Оны бірақ көп адам тілмен айтады. Бірақ қазіргі психологияда айтты, сол ниетті құр әшейін тілмен айта берсең де ол жүрегіңе подсознание дейді ғой, түпкі сана дейді. Соған отырады дейді. Түбі отырады екен да. Сол үшін ниетті ықыласпен айтсаң да, ықылассыз айтсаң да ол қабыл дейді. Ол әуелі бастан айтып кеткен да. Қазіргі психологтар оны былай зерттеп атса да айтылады. Ниетті тілмен айтсаң болды дейді. Иншалла ол қабыл, иншалла намазың қабыл дейді. Сен оны ықыласпен, ықылассыз, яғни автоматтық түрде оқып қойсаң да, ниетті айттың, оны иншалла қабыл дейді. Қараңызшы, мықтылығы. Бұл әуел баста айтылып кеткен дүние. Бұны қазіргі психологтар енден зерттеп атыр ғой, міне деп. Намазда ниетті дұрыс айта білген адам намазының дәмін сезеді. Дәл сол сияқты істе пайғамбарымыз айтқан жаддиду ниятакум. Өз ниеттеріңді жаңартыңдар. Әр ниетті жаңарту керек. Күніге таңертең тұрғанда ниет қылыңыз. Кешке жатарда ниет етіп жатыңыз. Әр істі бастарда ниет қылыңыз. Құран кітабыңыз ашып алыңызда бисмиллахир-рахманир-рахим ниет қылдым. Не үшін? Алланың ризалығы үшін, ықыласпен осы Құранды жаттаймын. Және иншалла осы Аллахым өзіңнен сұрайтыным осы жаттаған Құранымды амалда қыл, ойыма оңай қыл, жаттауымды кең қыл, түсінікті қыл, тез жаттап алайын деп сұраңыз Құдайдан. Құранның алдында тұрсыз ғой, қабыл болады. Ниет. Сол үшін ойыңды жина, арманыңды жина. Сенің ойың қайда, сен сондасың. Сенің арманың қайда, сен сондасың. Сол үшін сенің ойың мен арманыңды мақсатың шешсін. Яғни не нәрсені мақсат қылдың, сол нәрсені ойла, сол нәрсені арманда. Сонда ойыңда, мақсатыңда жинақы, арманыңда бүтін және өлшемді болады. Лағып аспанда жүрмейсіз, және бекер өміріңді зая қылмайсың. Пәлен жылыңды ұйықтап, одан қалғанын армандап, екі қолыңды мұрның шұқып жүрмейсің. Бәлки керек Құдайдың бергенін дұрыс пайдалана аласың.